Өзіңіз қай жетік болсыздар? Тараз. Тараздың жалпы табиғатын арзан мына таудың жаны ғой бә. Өзімізді шашап, миымызды ашып, қартаймай жатып, алжып, қызық болады. Барлығы тұрмысқа шығып кетті деген бір көзқарас сізде қалыптасып, неге мен ерте үйленбедім деген ой болып жатқан жоқ па сізде? Ондай ой. Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі. Күмісі күлкіден болған ажар алтындай барша жамағат, армысыздар, бармысыздар. Бүгін Сәкен Әбсеметов YouTube арнасында жаңа рубрика жарыққа шыққалы тұр. Ол қандай рубрика десеңіздер, бүгінгі қоғамда интернет желісінде такси қызметі қаптап, әртүрлі бағыттағы такси қызметтері өз жұмысын жасап жатқаны баршамызға аян. Мен сол блогер ретінде осы Түркістан қаласында облыс орталығы болғалы бері таксидің бағасы да біршама артқан. Осыны зерттеу барысында бүгін міне сіздерге видео түсіргелі отырмын. Бүгін яғни Түркістан қаласында бір күнде InDriver желісінде қанша ақша табуға болады, осыны блогер ретінде зерттейтін боламын. Бірге тамашалайық ағайындар. Және бір нәрсені айта кеткенді жөн көріп отырмын. Бүгін сенбі, яғни барша органдарда көптеген жұмыс мекемелерде бүгін демалыс. Сондықтан бүгін қазір таңғы сағат 10, 10-нан кешкі 10-ға дейін InDriver'ды мен қазір зерттейін. Бір күнде қанша ақша табуға болады және оның шығыны қандай? Осы мәселеде, осы тақырыпта, осы сұрақтың жауабын бірге табатын боламыз ағайындар. Бізбен бірге болыңыздар. Клиенттердің арасында әртүрлі тақырыптағы сауалдар, сұрақтар, жауаптар өрбитін болады және біздің видеомызды қызықтыру үшін әрине. Сондықтан қараңыздар. Мен бұдан бұлай тек такси емес, көптеген жұмыс салаларын, олардың табысын блогер ретінде зерттейтін боламын. Менің видеомды жіберіп алмаңыздар. Видеоны тамашаласаңыздар, лайкты басып қойыңыздар, өйткені сіздердің лайктарыңыз біздің контентті қазақ тілді арнаның қаралымын арттыратын болады. Сіздер маған жәрдем бересіздер лайк арқылы, мен сіздер үшін қызмет жасай беретін боламын. Ал енді кеттік. Түркістан қаласында бүгін сенбі сағат 10, кешкі 10-ға дейін қанша ақша табамыз? Кеттік. Lay mening aynalıp korsan Aydan gana kimisi faydan Geçarman bir kaypam Qara wine Ağanın müzik bu Sağlık jatayın Ağanın müzik Жүрген сол арасында Көрермендер, InDriver'ден тапсырыс қабылдадым. Шымкент тас жолы бойы көшесі бар. Содан Каспий банкі Тәукехан көшесіне бір километрді 550 теңгеге тапсырыс қабылдадым. Оның 95%-ы InDriver қызметін пайдаланған үшін олардың басшылықтарына біз жолдап отырамыз. Яғни 550 теңгенің 45 теңгесі InDriver желісіне кетеді және 505 теңге біздің қалтамызға, қоржынымызға түседі. Біз бүгін Құдай қаласа бірінші клиентімді осылай бастадым. Ары қарай арасында сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Затем поверните налево. Аниша әпкеміз осы картаны баяндау біздің елімізде ағылшынша және орысша, сол қазақ тілінде шықса деп үкімет басшыларына бір ұсыныс жасағым келіп отыр. Әрине біздің мемлекетіміз Қазақстан болғандықтан. Өтіп кеттім ғой. Каспий банк па? Білмеймін тағы. Артқа ма? Үйден шыққанға бірінші клиент сен. Бүгін InDriver'ды зерттеп атқанға бір күнде қанша ақша табамын деп. Блогермін да, видео блогер. Ана бойдақ балдар бар, үйлене алмай жүрген, үйленбей жүрген, ерте үйленген жақсы ма, кеш үйленген жақсы ма деген тақырыптар қозғап әңгімелесіп.
Өзің бойдақсың ба? Үйленгенсің ба? Bir bala. Қанша жыл болды үйленгеніңе? Анау үйленген кезде басында бір циклондар болады ғой, бұлар. Өтпедің ба? Енді ана үйленгеннен кейін өмірдің бастамасы басталады ғой жаңағыдай. Ыдыс табақ сыдырмай тұрмайды дейді кішкентай. Жасырған мінездерін шығара бастайды. Келін бала деген сияқты. Көп көкелерімізден естісең айтады да, біз де үйленгенбіз ғой. Басында циклондар болады 1-2 жыл. Сол циклондардан аман есен өтіп кетсең, ары қарай семья болып кетесің деп. Бойдақ кезімізде көп еститіннен кейін үйленгеннен кейін. Мен өзі тойдан алдым мамаммен жақсы араластым. Кейінде де қиналған жоқ. Қатты түсіністік дейсің ғой. Сосын бір плюсы жаңа үйленген өзің жұмыс істемең студентпін да. Иә. Бір жердің әрекет істейсің, тез бала туған соң мәселе. Иә, дұрыс. Өйткені бұл мәселені не үшін қозғап дейсің, анау ажырасу көп болып жатыр да қоғамда қазір. Не деген ажырасу қазір статистиканы айтсаң шок боласың қазір. Түсініспеушіліктер көп болар екен жастардың арасында. Біреулер айтады, телефон кінәлі дейді, біреулер тәрбие дұрыс емес дейді. Біреулер қоғамды кінәлайды мысалы. Кейбір еркектер бар, оны мойындау керек. Өз басын өзі зорға алып жүрген еркектер бар да. Өзінің қарын тойса болды. Мысалы әйеліне обалды ол бала шағасына. Кейбір әйелдер бар, еркектің жаңағыдай қадір қасиетін түсінбейтін да. Ол еркек жаңағыдай бала шағам үшін жұмыс істеп келеді, ақша тауып. Үйіне келсе жаңа кассетасын айналдырып, өздерінің бір кассеталары бар. Өзің бір ойыңды айтып жіберсей осы мәселеде. Жастар қазір қалай бар? Ерте үйленген жақсы ма, кеш үйленген жақсы ма? Енді мен өзім ойым жақсы деп ойлаймын. Ерте үйленген, е? Потому что ол өмірдің әр қиыншылықтар өздері, ана қиын периодтар болды, содан да мысалы артына поддержка болады әйеліне мысалы. Соның бәрінен тез өтіп кетесің деп айтқаным ғой просто. Менде қазір бір ұл бала бар, енді өзім енді 21-ге толдым. Қалса уже 15 жыл, 20 жылдан кейін осы 40-қа келгенде де мысалы 20 жасар балам болады, ол да бір көмектеседі деген ойда айтып жатқаным ғой просто. Иә, дұрыс. Ерте үйленген жақсы негізі. Бұл мәселені не үшін айтып кейдір еркектер жаңағы кеш үйленіп жатыр да қазір. Жоқ, енді минустар да бар, енді оның 100 метров. Поверните налево. Главное адамның Поверните Енді өмірде налево. сол қиыншылықтан тұрады. Қиыншылықсыз өмір емес. Қиыншылық көрмесең өмірдің тәттілігін сезінбейсің деген сияқты. Осы жер ғой. Рахмет бауырым. Мақұл, жақсы жолыңыз болсын. Мінекей Каспий банкке келдік. Клиенттен, индрайверден, интернеттен 550 теңге, біздің қоржынға түсті және Жолдышыбай 200 теңге апайымыз берді. Бізде Түркістан қаласында жол жөнекей бағасы бір адамның құны 200 теңгеден. Такси бағасы осындай, ал индрайвер тапсырысы 500 теңгеден жоғары қарай. Мінекей біз ары қарай екінші тапсырысымызды қабылдауға тырысамыз. Көлік тоқтайтын жерге жайғасайық және тапсырысты күтейік ағайындар. Lay mening aynalıp korksam Faydan gara Kimisi faydan geçarman Bir kaybam Qara wine Ağanın içi Uzsallıq jatayım Ağanın içi Жүрген сол арасы Бұндай индрайвердің бір күнде қанша табыс табатын жөнінде зерттеу жұмыстары болып жатыр да қазір. Мен таксист ретінде осы мәселені қолға алып, қазір Түркістан қаласында бір күнде қанша ақша табуға болады осы индрайвер желісінен. Осы жөнінде зерттеу жасап жатырмыз. Көрермендерге қызықты болу үшін тақырыптар қозғап жатырмыз да, сұрақ жауап, отырған клиенттерге сұрақтар қойып жатырмыз. Ол кісілер барынша ойын айтып, біздің видеомызды барлық Қазақстан көрермендері көреді деген ниеттеміз, сондықтан түсіріп жатырмыз. Барлық нәрсе осы көрермендер үшін жасалып жатқан дүние. Кейбір адамдарға бұл сабақ, видео сабақ болады деген ойдамыз. Бүгінгі видеомыздың тақырыбына
ерте үйленген жақсы ма немесе кеш үйленген бойдақтарға тиімді ма деген сұрақтар талқыланып жатыр. Осы мәселеде өз ойыңды, өзің жасың қаншада негізі? 18-де. 18-де студентсің ба? Иә. Мына сенің алдыңғы буын ағаларың бар, үйленбей жүргенде, жасы 30-40-қа келіп қалған ағалар бар, әпкелеріміз бар. Әр карьера қуып жүрген, оқу қуып жүрген, білім қуып жүрген, өзінің жоғын түгендей алмай жүрген кейбір ағаларымыз, әпкелеріміз бар, үйленбей жүрді. Енді сен жассың ғой, саған сұрақ, ерте үйленген жақсы ма немесе кеш үйленген бойдақ адамдарға тиімді ма? Осы мәселеде өз ойыңды айтып жіберсең, қалай ойлайсың өзің? Енді әр адам әрқалай ойлайды ғой, көреді ғой. Негізі ерте үйленген дұрыс, бірақ соза бергенде болмайды да, 30 жасқа келіп үйленген ол қате сияқты мен ойымша. Ерте үйленсең, бала шағаң ерте өс бой жетіп, өзіңе бір жәрдемдесуге бір жарап қалатын ер азамат, азаматшалар болады дейсің ғой. Иә. Ерте үйленген дұрыс деп ойлаймын. Енді мынандай мәселе бар да, біреулердің тұрмыстық жағдайы өте төмен болуы мүмкін, немесе баспанасы жоқ, мінерге киімі, ішерге асы деген сияқты соларды түгендеп алып, үйленсем ба деген ойлар туындайды кейбір адамдарда. Сөйтіп жүрген кезде жасы да келіп қалады да, ол жағы қалай өз ойың? Барынша үйленуге тырысу керек қой. Қалай болсын, екі жақтама келісіп дегендей. Негізі қалған дүние сол жол барысында, өмір сүру барысында түгенделе береді деген айтқыңыз келіп отыр ғой сондай мәселе. Одан кейін бір мәселе бар да, мына көрермендер айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Мына ерте үйленген мен кеш үйленген тақырыбына қатысты дүние бұл да. Мынандай мәселе бар, мына қыз жақтарынан. Жақсы қыздар, мысалы тәрбиелі, өнегелі, өскен текті қыздар айналасындағы ағайындардан артылмай жатқан жағдайларда болады кейде. Ерте тұрмысқа шығып жатады да қыздар. Ал енді балдар жағынан кеш үйленіп жатса, сондай жас қыздар ерте тұрмысқа шығып кетеді да, тіс қаққан, мінезі бар, мінезді, кейде жаңағыдай біздің әдет ғұрыпқа сай келмейтін теріс пиғылды қыздар кездесіп жатады кейде. Семьяларда болып жатады кеш үйленгендерде. Ал кейде жалпы кейбір сұрақтар қойып жатамыз ғой, әр нәрсенің минусы, плюсы бар деп айтады да, жаңағыдай. Кеш үйленгенде кейбір пайда жақтары болады. Жалпы бұндай мәселеде біз шариғатымызға тоқталғанды жөн санаймыз. Негізі шариғатымызда ерте үйленіңдер дейді ғой, жаңа көбейіңдер дейді, ерте үйленіңдер дейді. Негізі адам баласында бір үзір амал дейді ғой, жаңа сылтау таусылмай деген негізі бар. Менің өзімнің ойым ерте үйленген жақсы дүние деп ойлаймын. Ал сен бойдақсың ғой, қазіргі қыздардың көзқарастары қалай негізі? Негізі салмағын бір сараптап берейінші деген оймен сұрақ қойып жатырмын да сізге қазір. Қыздардың бұрын енді әжелерімізді үлгі алатын болсақ, небір өнеге бір үлгі алатын бір тұстары көп та әжелердің, баяғы аталарымыздың, апаларымыздың. Қазіргі жастардың көзқарасы қандай қоғамға деген, тұрмыс құруға деген, осы отбасы болып кетеміз ау деген ойлары деген сияқты. Сонда бір пікіріңді айтып жіберсең көрермендерге. Қиын сияқты. Қиын тұрмысқа шығып кету. Көбісі жаңағыдай оқиды, болашағын ойлайды солай да. Бұрынғыдай емес қой. Қазір көбісі. Көп жастар қазір оқуын бітіріп алып, кеш тұрмысқа шыққысы келеді. Иә, шетелге кеткісі келеді. Сосын жүреді, отырып қаламын деп, отырып қалады. Көрермендерге де сауал қойғым келіп жатыр. Мына біздің видеомыздың астында пікір алаңы бар. Сол пікір алаңына өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады көрермендер. Ерте үйленген дұрыс па, әлде карьера қуалап, оқуын бітіріп, жоғын түгендеп үйленген, кеште үйленген дұрыс па деген бүгінгі біздің InDriver желісін зерттеу барысында қойылған сұраққа жауап іздеп жатырмыз. Сіздер де видеоның астында пікір алаңына өз пікірлеріңізді қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар ағайындар. Біз енді жалғастыруды қайта бастаймыз.
зерттеуімізді қайта жалғастырамыз ағайындар. Видео ұнаған болса лайк басып отырыңыздар. Келесі мына кісі өзінің діттеген мезетіне келіп жетті. Қазір басқа адамды қабылдауға ұмтылыс жасаймыз ағайындар. ағамның өзі жетпейді жүрген сол арасында Народный банк. Халық банкі. Халық банкі. Халық банкіне барадық. Есіміңіз кім болады? Есім Дәурен. Дәурен, Сәкен болады. Есімі. Дәурен, мына мен блогер ретінде видео түсіріп жатырмын қазір. Түркістан қаласында InDriver желісінде бір күнде қанша ақша табуға болады деп көрермендер үшін зерттеу жұмысын жасап жатырмын. Соның арасында қызықты болу үшін бір тақырып таңдағанмын. Жастарға байланысты, бойдақтарға байланысты ерте үйленген дұрыс па немесе кеш үйленген абзал ма деген сұрақтарды ортаға тастап, әңгімеміз қызық болсын, бір жағынан баратын жерге де тез жетейік деген мақсатпен осындай сұрақтар, сауалдар қойып жатырмын мінген клиенттерге. Ал енді сіздің жасыңыз нешеде қазір? 27-ге келіп қалып жасым. 27-де, 27-де. Үйленгенсіз бе, бойдақсыз ба? Бойдақпын. Бойдақсыз. Енді сондай сауал қойып жатырмын енді. Ерте үйленген дұрыс па, кеш үйленген абзал ма деген сұрақ. Осыған көрермендер үшін өзіңнің ойыңды, пікіріңді айтып жіберсеңіз. Неге үйленбей жүрсіз? Жасыңыз 27-де. Енді қыз іздеп жүрмін. Негізі 25-те үйленем деп ниеттенгем 25 жасында. Сол қаражатқа байланысты кішкене жағдай өзгеріп үйленбей жүрмін әлі. 25-інде үйленіп, қарсы тапшылықтар болып қалды дейсің ғой. Иә. Ал енді қазір жасың 27-де не кедергі болып жатыр үйленуге? Сол енді қыз табылмай жүр. Қыз табылмай жүр. Қаражат бар, енді қыз табылмай жатыр. Осындай кезде бір мәселе еске түседі да жаңағыдай. Сіздің жасыңыз 27-де енді қыз таба алмай жатырмын деп өзіңіз ойыңызды білдіріп жатсыз. Енді 16-17 жасар біздің қарагөз қарындастарымыз, бойдақтар, жаңа сіздің ойыңыздағы қыздар барлығы тұрмысқа шығып кетті деген бір көзқарас сізде қалыптасып, неге мен ерте үйленбедім деген ой болып жатқан жоқ па сізде? Ондай ой болды. Көп болады. Кейде жалғыз отырып ойланасың ғой. Неге олай болды екен. Бірақ енді алдымыздан шығатын жер. Бұйырған шығатын жер алдымыздан. Енді мына қоғамда осындай мәселе бар да, мысалы біздің аталарымыз, апаларымыз бар, ақыл айтпайды емес, айтады бәрімізге. Негізі сол ақылдарды кейде тыңдамаймыз да, құлақ аспай. Содан кейін біздің өмірімізде кішкене қателіктер орын алып жатады. Кейде бір қазақтың бір 2-3 мақалын жаттап аламыз осындай. Бұйырғаны болады, алда тұрған шығар, тағдырдың ісі деген осы бір-екі сөзді жаттап аламыз да, осыны қолдана береміз да негізі. Бірақ сондай үлкен кісілердің ақылын тыңдап жатсақ, көп қателіктерге бой алдырмаймыз деген менде бір ой қалыптасып жатыр. Енді сіз осы уақытқа дейін қыздармен кездескен шығарсыз негізі. Оларда қандай қателіктер орын алып жатыр сіздің ойыңызша? Неге ұнамады кездескен қыздарыңыз? Үйленіп жатқан қыз жоқ, таппай жатырмын деп жатсыз ғой негізі. Бірақ кездестіңіз қыздармен. Қандай кемшіліктер болып жатыр сізде кездескен қыздарда? Енді мінез сайы келмейді, кемшіліктерін атап өтсең көп қой ол негізі. Адам өзімде де бар кемшілік, бірақ енді оны пәлен түгел деп айта алмаймын. Кемшіліксіз адам болмайды негізі. Бірақ енді кейбір жаңағы мінездер ұнамай қалады. Жоқ, мінезі қалай? Мінез болғанда қалай? Мысалы, сөз қайтару ма, немесе бағынбау? Енді бағынбау деген ғой, жаңағы бағыныш болу керек кішкене. Бағынышын көрсете білу керек та ол. Болашақта саған бағынамын деген сияқты мінезін көрсете білу керек. Сондай нәрсе, сондай қабілет қыздарда қазір аз көрініп жатыр дейсің ғой сенің ойыңша? Көбінесе олар уже басқарғысы келеді, үйленбей жатып, жаңағы өзінің орнын көрсеткісі келеді да, саған үйленбей жатып. Сол үлкен қателік дейсің ғой негізі. Жалпы сіздің ойыңызша бой жеткен, тұрмысқа шығатын бой жеткен қандай болу керек негізі? Тәрбиелі, иман жүзді. Ондай қыздар бар ғой қоғамда қазір? Бар, бірақ бізге жолықпай жүр. Жолықпай жүр.
Құрметті көрермендер, сіздердің араларыңызда сондай бір қыз болатын болса, мына Дәурен деген інімізге хабарласып қоюға болады. Негізі жұмыс істейсіз ғой негізі, табыс бар. Басты табыс бар, жұмыс істейді. Бұл жағы бір кемшілік жаңағы қыздардың. Бірінші жігітте не жұмыс істейсің деп сұрайды ғой. Не жұмыс істейсің? Ол жігітке ұнамайды ол нәрсе. Жігіт ойлайды бірден ол жігітке дүние маңызды болып тұр деп ойлайды да. Мысалы мен қазір бастықпын да бір жерде. Ертең мен бір жерде күзетші немесе қара жұмыс істеуім мүмкін. Сонда мен ойланамын да, сонда ертең мен бастық болып тұрып, бастықтан түсіп қалсам, жұмыстан шығып кетсем, ол мен тастап кете ма? Кетіп қала ма менен? Сондай сұрақ туындайды да. Сұрақты қойғанда не жұмыс істейсіздер, айлығыңыз қанша, ондай мәселені қозғамаңыздар қыздар. Ең бастысы жоқ, сұрақты подход, мысалы не жұмыс істейсіз емес, не мамандық тәмамдадыңыз, қазір немен айналысып жүрсіз деген сұрақтар дұрыс та. Бірден жаңа не жұмыс істейсіз деген ол сен қанша ақшаң бар деген сөз ғой, прямо айтқанда. Қымбатты көрермендер, біздің жаңа Дәурен мырза дейміз ба, бауырымыз. Мына сіздің жаңа діттеген мезетіңізге де жеріңізге де жетіп қалып жақындадық. Жалпы әңгіме жол қысқарту мақсат. Кейбір үйленбей жүргендерге кішкентай мотивация болсын деген сұрақтар бұлар. Негізі жалпы бойынша шариғатқа бойұсынған жақсы. Ерте үйленген абзал деп айтты ма пайғамбарымыз? Ерте үйлену керек, ерте көбею керек. Қалған мәселені ол жол-жөнекей өзі бұйырған нәрсені көре бастайсың. Бірінші мақсат амал, Бірінші мақсат амал. Міне көрермендер, осымен бүгінгі түсіріліміз өз соңына да келіп жетті. Сіздермен бірге InDriver интернет желісіндегі такси қызметін әлеуметтік эксперимент жасап, бір күнде қанша ақша табуға болатындығын бірге зерттедік деп ойлаймыз. Таңғы сағат 10-нан кешкі 10-ға дейін біз бүгін InDriverден қанша ақша таптық, соны сіздерге айтатын боламын қазір. Оның арасында 1 сағат түскі асқа уақыт ажыратылды. Кешкі ас ішкен жоқпын. Қазір сағат кешкі 9-дан 55 уақыт шамасы өтті. Жалпы бүгінгі табыс 12.000 теңгені көрсетті. Оның ішінде жанармайға 3.500 теңге ақша кетті. Мына астымдағы көлік ол Hyundai Elantra автокөлігі, қозғалтқыш күші 1.6, беріліс қорабы автомат. Осымен такси қызметін жасадым. 12.000 теңге табыс көзі, оның 3.500 теңгесі жанар жағар майға кетті. Жалпы 8.500 теңге бүгін пайда таптым. Оның үстіне желтоқсан айы, өздеріңізге білесіздер, қыс мезгілі, күн қысқа өте. Көліктен түспей 1 сағат түскі асқа уақыт ажыратып, киімді ауыстырып, қайта жұмысқа шықтым. Және бүгінгі табыс өздеріңізге айтқандай 8.500 теңгені құрады. Әр күнде табыс әртүрлі. Мына такси қызметтері өздері біледі. Такси қызметі өте оңай жұмыстардың бірі емес. Көрермендер, видео ұнаған болса лайк басыңыздар, және алдағы уақыттарда қандай видео көргілеріңіз келеді, қандай жұмыстың табыс түрін зерттесем болады, осы туралы ақпаратты, осы туралы мәліметті осы видеоның астындағы пікір алаңына жазып қалдырсаңыздар болады. Сіздердің пікірлеріңізді мен әрине оқимын, және сол ұсыныстарыңызды орындауға әрқашанда ұмтыламын ағайындар. Осымен бүгінгі әлеуметтік зерттеуіміз өз соңына келіп жетті. Мен сіздермен ешқашан қоштаспаймын. Келесі кездескенше, келесі жақсы видеоларда жолыққанша әрқашанда күн жақсы болсын ағайын.